Бұхар бабамыздың өмірі және ол кісінің мұралары туралы орынсыз бұрмаланған ақпараттарды, деректерді мысалға келтіріп айта аламыз ба? Еңсегей бойлы ер есімді заманын Бұхарекең көрді деп айту, ол тарихи тұрғыдан шындыққа келе қоймайды. Батыр сөзі Бұхар бабамыздың ханның көзіне тіке қарап айтатын турашылдығына қаратыла айтылған берілген бағам әлде шын мәнінде бес қаруын асынып жауға шапқан ба? Бірақ біздің бабаларымыздың айтпаған сөзін айтты деп, істемеген ісін істеді деп жариялап, оған кітап шығарып, жалған атақ шығарып жүрген адамдарға біз түбегейлі қарсылық білдіріп, наразылық тудырып отырмыз. Бұхар бабамыз жаңаған айттық сөз басында 9 ханға кеңесші болған данагөй ақылшы деп жатырмыз. Осы ақпарат қаншалықты шын және біз осы 9 ханның есімін атай аламыз ба? Қалам сия Дауд деген сөзді айтып отырған адам хат танымайды деп қалай айтуға болады? Енді Алла сақтасын, балаң нәубет бола ма? Негізі нават. Сондықтан біз Жармұхамедовке біз ешқандай ренішіміз жоқ. Өйткені адам өзінің қабілеті өресі жеткен жеріне шейін аударады ғой. Ассалаумағалейкум, танымы терең, талғамы биік тұрақты көрермен, әдебиет порталында ғұмыр тарих. Бүгінгі хабарымыз қазақтың ұлы жырауы, қазақты билеген 9 бірдей ханға кеңесші болып қызмет еткен кемеңгер дана Бұхар жырау Қалқаманұлына арналады. Биыл Бұхар жырау бабамыздың 355 жылдығы. Тақырыпты тереңнен тарқататын спикерлермен таныс болыңыздар. Мақсат 65. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы. Мақсат аға, қош келдіңіз. Және Букетов атындағы Қарағанды университетінің профессоры, Бұхар жыраудың ұрпағы, айтыскер ақын Айтбай Жұмағұл ағамыз бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер аға. Алдымен әңгімені Бұхар бабамыздың әкесі Қалқаман атамыздан бастасақ. Енді Қалқаман атамыз жаугершілік заманында қолынан най ұстаған батыр болған деген деректерді жиі кездестіреміз. Бірақ Бұхар бабамыз туралы, Бұхар бабамыздың балалық шағы туралы деректер сирек. Алдымен әңгімені осыдан бастайықшы. Бұхарекеңе байланысты көптеген мәліметтерді бізге жеткізген Мәшһүр көпейұлы ғой. Мысалы, біз ғылымда Әлкей Марғұланды Шоқан танушы деп білетін болсақ, Мәшһүр Жүсіпке Бұхар танушы деген атақ беретін болсақ, ол артық емес. Себебі Бұхарекеңнің сөздерін жинап, оны хаттап, оны халыққа танытқан адамның бірі Мәшһүр Жүсіп. Және Мәшһүр Жүсіп өз еңбектерінде айтады, кімде-кім Бұхарекеңнің сөзін жинайым десе, оған Нұх пайғамбардың ғұмыры, Аплатонның ақылы, Ніл дарияның сиясы керек дейді. Бұл сөздің өзінен көрсетеді, Бұхарекеңнің мұрасы өте мол болғандығы. Ал енді Бұхарекең өзінің шығу тегін айтатын болсақ, ол арғын сүйіндік Қаржас деген таптан, оның ішінде алтын торы Жолымбет деген аталардан тараған, Қалқаман әкесі батыр болған анық, ол туралы деректерде шежірелерде айтылады. Жалпы бұлардың өмір сүрген өңірлері сол кезде Бұхара қаласы менен Зарапшан өзені дейді ғой, сол төңіректен бастап Ташкент, Түркістан аралығындағы жерлерде сол бұлар жасаған. Сондықтан сол жерде Бұхардың төңірегінде Жұпар қорығы деген жер бар екен. Сол біздің қариялардың Жұпар қорығы деген әңгімесі көп айтылады. Сол Жұпар ананың әңгімелері бар. Сол Жұпар қорығының әңгімесі осы Бұхарекеңнің жаңағы өскен ортасымен байланысты. Қалқаман батыр туралы мынадай аңыз әңгіме айтылады шежіре туралы. Мына Бұхарекең негізі Мәшһүрдің жазбаларының бірінде бұның шын аты Азан шақырып қойған Темірғали деп айтылады. Бұхар деген лақап аты дейді. Ал енді Бұхарекең өз туғанынан сөйлемейтін, яғни тілі шықпаған бала болған. Тіпті оның 13 жасқа дейін тілі шықпаған делінеді. Сондықтан бір жолы бір үлкен жиын болды деп айтылады. Сол үлкен жиынға әкесі Қалқаман батыр аттанып бара жатқанда қасында келген жаңағы серіктес достары, батырлар айтады ғой. Анау балаң Бұхарды неге ертіп бармайсың? Ол да әңгіме естісін, білсін деп. Сонда Қалқаман былай деп айтыпты. Бұл бала өзі бір мылқау. Бұл сөйлемейтін болсаң, оны естігеннен не пайда? Сондықтан ол ұлағатты әңгімені естіді ме, естімеді ме, бұның айтары жоқ. Сондықтан ол үйде қалсын, ауылда қалсын, біз өзіміз кете берейік деді екен. Қалқаман батыр қасындағы серіктестермен үлкен жиынға аттанып кетеді. Енді жобалап қарайтын болсақ, бұл үлкен жиын деген не? Мен тарихшы ретінде ойлаймын, бұндай жиын біз қариялармен ақылдастық, жалпы мысалы өз әкем де осыны айтқан.
бұл шамасы кем дегенде бір хан көтеру жиыны. Яғни мысалы бәлкім біз долбарлап айтуымызға болады, Әз Тәукені хан көтеру ме? Сондай сияқты бір үлкен орта болған сияқты. Сонда Бұқар Әкең әкесі сондай бұл мылқау бала деген сөзге намыстанып, бір жаңағы шолақ атқа отырып алып, артынан қуғыншы болып жаңағы келіп осы жиынға қатысып, сонда төгіліп алғашқы рет сөйледі дейді. Бұл сонда булыққаннан, намыстан шыққан сөз дейді. Мысалы, Мәшһүр Көпейұлы Бұқар жыраудың өмірін баяндағанда бүй дейді: Көмекей әулие деген атаққа жеткен адам. Оның себебі дейді, бұл кісі бір сөйлесе, көмекей бүлкілдеп, қара сөз жоқ, тек қана қара өлең, жыр толғауменен сөйлейді. Сондықтан ол ел ортасында көмекей әулие деген атаққа ие болды дейді. Енді бұл жерде бұл нені көрсетіп отыр? Бұқар Әкеңнің бір мінезі өмірінде мүлдем сөзшен адам емес. Негізінен көп жағдайда үндемейтін, тек қана бір сирек жағдайда сөйлейтін, бірақ сөйлесе барлығы көмекейінен бүлкілдеп, жаңағыда айтқандай өлең болып төгілетін жыр толғауларды айтатын адам болған. Мәшһүр Жүсіп мойындайды, Бұқар Әкеңнің сөзін ешкімді толықтай жинап бола алмайды дейді. Себебі ол кісінің айтқан мұралар соншалықты көп болған. Жалпы алып қараған кезде ол кісінің жаңағы мынау ақындық өнері, бұл Құдай берген қасиет дейміз ғой. Соны Әлкей Марғұлан айтады. Бұл асылы дейді, қазақта ақын деген сөздің өзі ағын деген сөзден шыққан. Яғни мысалы бір таудан аққан бір сондай өзен су болатын болса, соның жаңағы күркіреп қалай жылдам ағып жатса, мына ақын адам деген соның аузынан сол шығатын өлең сөзді тоқтамастан сөйтіп төгіледі деген мағынаға келеді дегенге саяды. Міне осы бір Бұқар Әкеңнің қасиеті осы екен. Тамаша. Енді айтпай аға, Бұқар бабамыз мұсылманша хат таныған, сол заманның өзінде сауатты болған деген дерек бар. Мақсат ағамыз айтып отыр, 12 жасына дейін тілі шықпаған, сөйлемеген деп жатыр. Намыстан, әкенің бір ауыз сөзінен айтылған дүние ғой енді жаңағының барлығы. Ал жаңағы сауат бойынша, мұсылманша хат тану бойынша біз не айта аламыз? Жалпы ақынның өмірі, шығармашылығы туралы айтқанда, оның өзін қалдырып кеткен туындысы оның айғағы да. Сондықтан біз Бұқар жырау бабамыздың мұраларын, оның қалдырып кеткен жаңағы толғауларын оқып отырғанда, қаншалықты оның діни сауатты болғанын көреміз. Тіпті оның Бұқар деген есімінің өзі сол Бұқарада ілім алған, жаңағы Бұқарда мәшһүр болған ғұламалардың бірі екенін дәлелдейді. Кейінгі келтірілген деректерде Түркістанның қасында Қарнақ деген медреседе Бұқар жыраудың тәлімгер, ұстаз болғандығы мәліметтер табылып жатыр. Алдағы уақытта сол жерге белгі тас қойылайын деп жатыр. Осы Қарнақта Бұқар жыраудың жаңағы балаларға молдалық дәріс бергені туралы. Енді Бұқар жыраудың бүкіл толғауларын қарап отырсаңыздар, бәрі иманмен, дінмен байланысты. Айташы Алланы айт, аты жақсы Құдайды айт, 4 шадияр Мұстафа, мұсқап ашқан ғаламды айт, Тәңірім сөзі бұрқанды айт, кәлим Алла Құранды айт, Тәңірін салса аузыңна, жан жолдасың иманды айт. Мысалы, Бұқар жыраудың мына толғауда елдің бәрі біледі, тілек деген толғауында бірінші Алла тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа деп тұр. Мысалы, Алланың қаһарына, назасына ұшырамауды айтса, оның ішінде 5-ші толғауында айтады: 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза қалмасқа дейді. Енді ол тақуалығының биік шыңы болса керек, 5 уақыт намаз оқымаған былай тұрсын, 5 уақыт намаздың өзінің біреуінің қаза қалмауына ол жан түршігерлікпен, сондай үлкен қорқынышпен, үреймен қорқып қарап, және де оны ұрпақтарына өсиет қылып айтып жатыр, намаздарына ие болсын. Өйткені шариғатта ең бірінші қиямет күні Алла тағала намаздан сұралатынын біледі. Одан кейін Алла деген ар болмас, ақтың жолы тар болмас, кең пейілді кем емес, тар пейілді кең емес, берем деген құтылмас, берік байлаған шешілмес, қазулы жолдар көмілмес, қартайсаң қарт бабаңды сыйлай бер, күндердің күні болғанда кімнің дейсің, белі бүгілмес дейді. Мына Алла деген арымыз, аққа Құдай жақ дейміз, Құдай деген құр қалмайды дейді жаңағы. Сосын жаңағы берем деген құтылмас, өзі шариғатта айтылады, Алла саған берген ырзық несібені жеп тауыспай сен көрге кірмейсің дейді. Сондықтан Аллаға шын тақуа тәубе еткен тақуа адам, ол нығмет ырзық Алладан екенін біледі, оны ішпей жемей ол өмірден озбайтынын біледі. Соны Бұқар үлгі қылып тұр. Әйтпесе ананы ала алмадым, мына дүниеге жете алмадым, мынаны қолыма тигізе алмадым деп біз кейде налап не деп Бұқардың
бір Аллаға тапсырып қойған, мысалы. Осы жерден де көруге болады. Бұқар жыраудың барлық толғаулары осы иман мен дінмен байланысты. Оны біз осы қазіргі уақытта мына ұрпаққа насихат үлгі ретінде біз оны үнемі айтып отыруымыз керек. Өйткені бүгінгі таңда бабалардың мұрасы, бабалардың дәстүрі, бабалардың жолы сіздермен біздерді әсіресе осы қазақ халқының өзінің негізгі жолынан адастырмайтын бірден бір алтын қазық. Жаңа Мақсат ағамыздың әңгімесінің арасынан мына бір дүниені байқап қалдым. Жалпы Бұқар бабамыздың мұралары ауызекі тіл арқылы бүгінгі күнге жетті. Олардың арасында бұрмаланғандар да болуы мүмкін деді. Яғни осы тұста біздің көңілімізге күдік ұялайды. Бұқар бабамыз жаңа ғана айттық сөз басында 9 ханға кеңесші болған, данагөй ақылшы деп жатырмыз. Осы ақпарат қаншалықты шын, және біз осы 9 ханның есімін атай аламыз ба? Бұл мәселе Бұқар Екеңнің өз толғауынан шығып отыр ғой. Ол Бұқар Екеңнің өмір тарихындағы көбінесе оның тағдыры қазақтың әйгілі айтулы хандарының бір Әбілмансұр Сабалақ аты болған және Абылай хан атымен танылған тұлға. Сол Абылайға Бұқар Екең айтқан бір жағдайдағы сөзі: «Ей Абылай, Абылай, мен 9 ханды өткөрдім, сонау еңсегей бойлы ересімді де көрдім. Сен, Абылай, еңсегей бойлы ересімнің бір түстігіне жарамайсың» деген сөзінен шыққан мәселе. Сонда бұл не деген нәрсе деген кезде, жалпы еңсегей бойлы ересімді заманын Бұқар Екең көрді деп айту, ол тарихи тұрғыдан шындыққа келе қоймайды. Бұл не деген сөз? Еңсегей бойлы ересімнің хандық дәстүрінің бір сипатынан мен түсінігім бар деген сөз. Сол кездегі жетістік. Сол еңсегей бойлы ересім замандағы қазақ қоғамының қандай болғандығын мен білетін адаммын деп отыр Бұқар Екең. Хабардармын. Бірақ нақты өз көрген адамы әрине бұл Әз Тәукеден басталады. Әз Тәукенің баласы Болат хан. Болат хан менен сол замандасты болған, енді мына бұрын қазақта ұлы хандар болды ғой. Жалпы қазақта 100 ханы деген шыққан жоқ. 100 ханы деген мына Тәуке ханның өлімінен кейін мына хандық билік әлсіреп, одан кейін мына хандардан гөрі билердің дәрежесі өскен заманда, сонда келте хандардың орны да пайда болды. Сол кезде мысалы Болат ханмен қатар сол хандық төрелік айтуға, билікке бір талас тудырған адамдардың бірі Сәмеке хан, Қайып хандар жаңағы. Одан кейін мына кейін Әбілмәмбет хан өз алдына, сондай-ақ мына біздің ұлы жүздің аталары, ағайындар, олар Жолбарыс ханды хан көтерді. Одан кейін мына кіші жүздің ағайындары бұл Әбілқайырды алдына хан көтерді. Содан кейін міне осылардың барлығын қосқан кезде, ұлы хан, келте хандармен қосқан кезде, осы хандардың барлығын көрінісін мен көріп отырмын. Соның ішінде әлді де бір белгілі де Абылай сен өзіңсің, бірақ соның өзінде сен Абылай еңсегей бойлы ересің, түсінік жарамайсың деген ұғымы, еңсегей бойлы ер есімдей ұлы хан дәрежесіне көтерілуің керек деген бір қойылған талап деп түсінуіміз керек. Сондықтан бұл сөздердің астарында ерекше бір бұрмалаушылық жоқ, бірақ бұны тарихи дұрыс түсіну керек деген мәселе бар. Содан кейін енді мына жаңа медреседе оқу мәселесін қозғадыңыздар ғой. Бұған осыған қосуымыз керек. Енді мысалы Қарнақты оқы дейді, 12 пән білім оқытылады дейді. Мына араб сөзімен айтқан кезде усули қадим дейді. Усули деген араб тілінде әдіс тәсіл деген сөз, әдіснама. Мына қадим деген ескіше. Жалпы алып қараған кезде біз айтуымызға болады, Орта Азияда жалпы ондай медреселер көп болған. Яғни қай жерде бір дін оқу, қандай ғылым, білім ошағы болатын болса, олар о жерден білім алуға ешқашан тартынбаған. Ғылым ізденген адам ол өмір бойы ізденеді. Бұл адамдар да сондай болған. Бізге көңілге кірбің келтіретін бір нәрсе, мына кейбір қолдан жасалынған жалған кітаптар шыққан білеміз ғой тарихта кейін. Сол жерде ол кітаптың жалғандығы сондай, мындай сөз жолдар бар. Бұл Бұқар Екең хат танымайды екен. Сондықтан мен қасында отырып алып, оның хатшысы болдым деген жазған. Бұл енді барып тұрған Кенесарының доскейлердің жанында болған нелерді жамбылдың жанында тұрған надандық қой. Өйткені Бұқар Екеңнің толғауларында Сия Дәуіт деген сөз бар. Қаламды айтты. Қалам Сия Дәуіт деген сөзді айтып отырған адам хат танымайды деп қалай айтуға болады? Бұл адамдар Бұқар Екеңнің жаңағы кемітем деп ойлайды, ол кеміте алмайды. Өйткені Бұқар Екеңдер олар ерекше туған дарын тұлғалар. Былайша айтқан кезде олардың кеудесіне жаратушы Алланың өзі кеуіліне нұр қондырған адамдар.
Мысалы біз көптеген толғауларын талдап отырған кезде кейбір зерттеушілер айтады ғой, Бұхарекең бұл көріпкел болған, бұл сәуегей болған. Шындап келгенде бұл ешқандай көріпкелдікті сәуегейлік емес, бұлар ақыл иелері. Сондықтан қазақта абыз дейді, абызден оқымыстылар. Хафиз деген сөз. Абыз деген сол хафиз деген. Құран жаттап алған хафиз дейді. Құран ілімі кеудесіне қонған. Медреседен оқып отыр ғой. Ал енді сол Құран аяттарын оқып отырған кезде, сонда ғұламалардың тағы бір атағын көреміз. Бабул баб деген сөз бар. Мысалы, баб деген сөзді аяттан көріп қалған кезде біз ойлап қаламыз, біздің тіл айналымда бар ма? Арыстан баб дейміз ғой. Сонда мен бұл турасында ойландым. Сонда арыстан баб деген ол неге баб дейді? Баб деген мысалы араб тілінде екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы қақпа, да? Қақпа, кәдімгі жай. Қаланың мысалы бір кенттің қақпасы мысалы, қалаға кіретін. Ал негізі бұл жерде баб деген ол мағынада айтылып отырған жоқ. Баб деген мысалы ғұламалардың ғұламасы деген мағынада. Мысалы қазіргі таңда мысалы бір саламен зерттеп айналысатын ғалым, ол бір нақты бір нәрсені біледі, ал бірақ кейбір ғалымдар болады, олар ғылымның көптеген саласынан маманданып, көптеген саласынан терең білім игергендер. Соларды біз негізі қазір ғылым тілімен энциклопедист ғалым дейміз ғой. Сол энциклопедист ғалым, ғұлама ғалым деген сол баптар. Яғни осы абыздарды хафиз кеудесіне Құран аяттарыменен өзі Алла тағаланың нұры кеуіліне қонған деген ұғыммен бұл кісілер терең білім иесі деп атауымыз керек. Ақпарат көздерін іздегенде Бұхар кім деген сұрақтың жауабы көбінесе бірінші жырау, екінші батыр деген сөз жиі кездеседі. Осы батырлыққа қатысты әңгіме айтайықшы. Батыр сөзі Бұхар бабамыздың ханның көзіне тіке қарап айтатын турашылдығына қаратыла айтылған берілген бағам, әлде шын мәнінде бес қаруын асынып жауға шапқан ба? Жыраулар ең алдыменен бұл рух иелері. Рух иелері болғандықтан бұлар міндетті түрде сол жаугершілік заманда жерді қорғауда халықты жаңағы бойына үрей ұялатпау үшін, және олар өз жеке басының ерлігіменен олар шайқастарға қатысқан. Ол тек қана Бұхар жырау емес, көптеген жыраулар, оны қазір мысалы айтпай мырза келтіреді жаңағы мысалдар. Сондықтан жыраулар және ел бастайтын адамдар, мейлі билер болсын, әйгілі адамдар болсын, олардың барлығы қолына бес қару ұстап жауға қарсы шыққан адамдар екендігін біз айтуымыз керек. Өзі жырау деген ол былай қазіргі тілмен айтады, әдеби тілмен типтік образ ғой. Ол өзі қолбасшы, ол өзі жауынгер, ол өзі батыр, ол өзі жыршы, ол елді рухтандырушы, жаңағы жігерлендіруші, әйгілі жырау. Ол сонда осы жырау бірнеше жаңағы сәуегей, көріпкел деген сияқты бірнеше функцияны атқарып тұр ғой. Соның ішінде ол батыр. Енді біздерде мысалы мынандай ел арасында мынандай сөздер шығады. Осы күні батыр көбейіп кетті. Ей, маңайының бәрі жау болса, бір қоянды қорқа қашып батыр болыпты деген сияқты. Сен қаласаң да, қаламасаң да батыр боласың. Егер де сен батыр болмас, тірі қалып батыр болып отырсың ғой. Жаңағы егер қалмақ жеңіп кететін болса, онда ешқандай батыр жайлы әңгіме айтпайтын едік. Сондықтан олар міндетті түрде батыр болған. Өйткені жаңағы қазір Құдай сақтасын, жаугершілік заманда жоқ, мен жыршымын, мен жыраумын деп отырмайды ғой ол. Мен ақындарға қаны бір суыр салып өлең айтшы, жоқ, мен поэзияны ақымын деп отырмайды ғой ол. Деген сияқты айтысқа шыққаннан кейін сен суыр салу керек. Ол сол заманда ол уақыттың талабы. Жырау сол кезде әрі батыр, әрі қолбасшы болған. Сондықтан бұл жерде Бұқар жырауды батыр деп те айта аламыз. Енді бір айтатын, қазір біз жырауларды, біз жыршылық немесе бір Байманаттың тойына барып өлең айтатын, немесе Абайдың айтқанда бұрынғы ақындар тұрсам барлат дегендей сондай деңгейге түсіріп тастадық қой енді. Сосын сол деңгейде біз ойлаймыз, жоқ, ол әрі батыр болған. Сондықтан олар мемлекет идеологиясы болған. Жаңағы қазақ хан ордаларының өзін қай жерге тігуге, ей хан, мен айтпасам білмейсің, айтқаныма көнбейсің деген сияқты, қай жерге желмая мініп жел шығып сол жерге ел көшір, айтқанды қылмасаң дегенді етпесең енді мені көрмейсің деп айтқан сияқты. Және есім сен есірткен есілде менің кенесім деген сияқты. Бұлардың барлығы ол өзі содан артық ілім болып, одан артық күш жігерге ие болғандықтан айтады. Ей, ақтан берді Қабанбай, көрсетпе елге күшіңді, батырма елге тісіңді, сырт тазасы не керек, тазарт әуелі ішіңді деп тұр ғой. Үмбетейдің өзі де, мысалы. Немесе Бұқар жырау айтады, ей Қабанбай, бөгенбай Қабанбайдан бұрын қай жерге, қашан сен жауған айзанды бұрын сілтебең деген де бар мысалы. Үйтіп ақтан бердіге Қабанбай бөгенбайға сондай сөз айту үшін Бұқардың бойында олардан асқан үлкен рух болу керек. Әйтпесе онда кім оның айтқанның әмірін орындайды? Сондықтан бұл жерде Бұқарды әрі батыр, әрі жырау,
әрі қадірлі қария, көмекей әулие деп айтатынымыз да сол. Енді мысалы бұқар жаудың бір керемет батырлығы былай. Садыр деген батыр ғой. Садыр. Мына Абылайдың заманында ел жаңағы Алатайдай бүлініп жатқан кезде Садыр қалың елді ала бөтен алып кетіп бара жатқан кезде, ей Садыр, қайда кетіп барасың, сырдың бойын көбелеп, сен қашсаң да мен қойман, арғымақпен жебелеп, ақ мырзамды өлтірдің, ақ найзамен төбелеп, сен танымай кетіп барасың, мен арғын деген арыспын, Абылайды аузы керек арыспын, Абылай қасында сен бітсең, құдандалы талынсызбын, Абылай қасында сен бітпесең, атасын білмес алыспын дейді. Көшің кетер бір жаққа, басың кетер бір жаққа, көш соңына жете алмай, есін шығар сол шақта, бұл қылықты қоймасан, сонау дуылғалы кеудедегі бас кетер дейді. Олай айтып үшін Садыр деген батырға ол батырдан асқан рух керек. Сол ауыз бірлікті сақтау үшін тіпті жаңағы азуы қарыс ақынды да елге дес бермейтін батырды да тезге салып, дұрыс жолға салып отырған бұқарлар осыдан кейін қалай оның батыр емес деп айта аласың. Қараңыздаршы, Бұқар бабамыздың өмір сүрген дәуірі мен қазіргі уақыттағы тілдік қолданыс ол екі бөлек дүние. Десе де, Бұқар бабамыздың өмірі және ол кісінің мұралары туралы орынсыз бұрмаланған ақпараттарды, деректерді мысалға келтіріп айта аламыз ба? Мысалы қараңыздар, Бұқар жыраудың мұрасы Мәшһүр Жүсіптен айтқанда қадымша жеткен. Тіпті Абайдың өлеңдерінің өзі жаңағы дүние дос, дүние бос деген бір арабтың, ноқаттың өзі бір сөзді өзгертеді, бір әріптің бір сөзді өзгертеді. Мысалы Бұқар жырауда мынандай сөз бар. Мысалы жаңағы ей айташ Алланы айт, кәлем Тәңір сөзі бұрқанды айт деп келе жаңағы қызық үшін жаратқан қызықты нәубет балаңды айт деп. Нәубет деп қойыпты. Енді Алла сақтасын, балаң нәубет бола ма? Негізі нават. Мына оңтүстік өңірлерде нават. Қызықты нават, шекер, нават деген сөз. Оны нәубет дейді. Қызықты нават, балаңды айт дейді. Нават тәтті қой бала деген. Ал оны нәубет деп аударып жіберген. Құдай сақтасын, өзің балаң нәубет деген балаңнан сұмдық неге ондай нені айтады. Сосын екінші Бұқар жыраудың Құлмат Өмірәлиев зерттеген 15-18 ғасырлардың осы тілдік стильдік ерекшелігін зерттегенде, мысалы жаңағы парсыша Бұқар енді көп тілді де білгенін айтады. Жаңа бар ғой, бұл үйректей болыңыз, көлден көлге шөгумен, жаңа көлден көлге қоныңыз, байлар оғлы шоралар бас қосыпты десінде маман басып жүріңіз, айралмай ат өлсін, алмай жат өлсін, бәрін бір арадан туғандай болыңыз. Оғлы деген сөздің өзін сол Бұқар сол дәуірде қолданғанын айтады. Ол ендеше дейді, ол кезде оғлы түркілерде әлі күнге шейін сақталып тұр ғой. Ол сол деңгейде, сол былай айтқанда сол маңайдағы адамдардың былай айтқанда тілдік несіне нормалық сөздік нормасына енсе, ендеше Бұқар ол сол жерлерде де өзінің жаңағы орны болғанын айтады да, оны Құлмат Өмірәлиев келтіреді. Сосын мынандай нәрсе бар, анау ай заман деген жаңағы болжағылдық деді ғой, біздегі болжағылдық ана базарда құмалақ ашып отырған әйелмен есептейді. Мысалы, ойбай, сенің машина тұрады екенсің, күйеуің келеді екен деген, ол екеуі екі бөлек. Жаңа көпті көрген көнекөз қарияның болжау, мына Абылайға да сұрайды ғой, жаңағы Шортан кімнің, Асан қайғының жымбағын қалай шешуге, сонда айтады ғой, ханға жауап айтпасам, ханның көңілі қайтады, ханға жауап қатпасам, халқым не деп айтады, бұндай ауыр сұрақты сұрамаса не деді, сұрағасын айтпасам, кісілігім кетеді, енді айтайын тыңдасаң, маған қаһар қылмасаң дейді. Қарағай шөлден шөшкен бір дарақ, балық көлде жүрген бір шабақ, ойлама Шортан ұшпас деп, қарағайға шықпас деп, күн батыстан бір дұшпан, ақыр келер сол тұстан, өзі сары көзі көк, бастығының аты боп, Құдайды білмес діні жоқ, жамандықтан діні жоқ, жаяулап келер жұртына, ел қаман жеген жақсын аузына ұрар ұртына, есепке алар малыңды, өлтірмей алар жаныңды, әскер қылар ұлынан, малыңды алар қолынан, бұл айтқаным Абылай болмай қоймас артынан дегенде, бұл болжау, бұл шет жағасын көріп тұр. Кәпірлердің елге шеңгелік бастыра бастағаның, оған керемет жаңағы Максимнің дұрыс айтты, әулиеліктің керегі жоқ ол жерде. Мынау ай заман ай деген толғанда да былай деп айтады. Ай заман ай, басты мынау тұман ай, істің бәрі күмән ай, баспақтана жиылып фәни болған заман ай деп жазыпты. Айналайын фәни емес, пада болған заман ай, баспақтана жиылып, пада болған заман ай, құл-құтанда жиылып, пана болған заман ай дейді. Сол кезде фәни деп жібергенде негізі пада. Оңтүстік өңірде өзі жаңа айттық қой, Бұқар жырау оңтүстікте болды. Ол жақта мал қосатын жерде әлі күнге шейін пада дейді. Ал енді хан би төрелер төбеде, көк төбеде деген сияқты хан ордасында ақыл кеңес сұрады. Ал ұсақталып кеткені халықтың айтады. Баспақтана жиылып, пада болған заман ай, құл-құтандар жиылып,
жаңа пана болған заман ай дейді да, мысалы тай арғымағын жоғалтып тай жүгірткен заман ай, азаматын құлатып жұрт талқы болған заман ай деп қояды да. Сол кезде тағы да мына фәни деп аударып жіберген. Сондықтан біз Жармұхамедовке біз ешқандай ренішіміз жоқ, өйткені адам өзінің қабілеті өресі жеткен жерге шейін аударады ғой. Сондықтан жаңағы дүниелердің барлығы өзгеріске ұшырап жатса, ол біздің діни сауатсыздығымыздан, сосын қадымша білмегендіктен, жаңағы ноқаттардың өзін дұрыс түсінбегендіктен осындай сөздің бұрмалаушылықтары болған. Негізінде алдағы уақытта негізі біз көбінесе дайын форматта жұмыс істеп жатырмыз. Алдағы уақытта біз жаңағы Бұқардың әрбір өлеңнің, жаңа Бұқардың, Мәшһүр Жүсіптің, Патаниннің, Шоқанның, бізде Бұқар жырау тағылымы деген, осы Бұқар жыраудың Шоқаннан бастап бүгінгі шейін Мақсат 65-терге дейін шыққан мақалалар, Сәкеннің, Мұхтардың, жаңа Құлмат өмір бәрін топтастырған жинақ бар. Соны саралаған кезде қаншама қайшылықтар бар. Бірақ содан түйіндеп шығатын нәрсе идеологияға байланысты көп сөз бұрмаланған. Жаңағы идеологияға байланысты тағы да басқа себептермен. Сондықтан біз осы күнде әлі де Бұқардың мұрасы толық зерттеу деп айта алмаймыз. Сосын жаңа өзіміз айтып жатырмыз Мақсат. Бабаларымыз баяғыда аманатқа қиянат жасамаған. Бабалардың қаншама мұрасы бізге ауыздан ауызға осы аманатқа қиянат жасамағаннан жетті. Осы күні жалған атақ шығару үшін өтірік жаңағындай Бұқар айтпаған сөздерді айтты деп, тіпті енді артық кетсек ренжімеңіздер. Қытайдан келген нұсқасының өзін Мұхтар Мағауин жаңағы ол кісінің несін ешқайсынан қабылдамайды. Ол өтірік деп, жалған деп айтылады мысалы. Оны Ақселеу Сейдімбеков әкелді, алыстан келген Асылмұра деп, ол да басылды. Бірақ оның ішінде де кейбір нелер бар. Оны Мұхтар Мағауин кәдімгідей жоққа шығарады. Ол жоқ дейді. Оны Алла біледі. Екіншіден жаңағы қаншама мұраларды, мысалы Алла сақтасын, біз естіп жүрміз, өзінің аталарын қосып жіберген. Жаңағы Абылай ханның қасында осындай батырлар болды деген ішіне адамдар ақтан берді айтқан, анау айтқан деп ішіне өзінің аталарын қосып жіберген, кітаптарға енгізіп жіберген ғалымдарды, орынсыз бұрмаларды көріп отырмыз. Сондықтан біз Мақсат аға бар, біз біріншіден бабаның ұрпағымыз. Екіншіден, мұсылман адам аманатқа қиянат жасамайды. Сондықтан осы Алтынбек ағалар бар, Мақсат сияқты ағаларымыз айтып жатырмыз. Енді басқасына біздің құзыретіміз жетпейтін шығар, бірақ біздің бабаларымыздың айтпаған сөзін айтты деп, істемеген ісін істеді деп жариялап, оған кітап шығарып, жалған атақ шығарып жүрген адамдарға біз түбегейлі қарсылық білдіріп, наразылық тудырып отырмыз. Дәлелдейтін болсаң, Мәшһүр Жүсіп, Патанин, Шоқан сияқты үлкен ғалымдардың қалдырып кеткен мұрасымен дәлелде. Әйтпесе, бүгінгі атасының атын шығару үшін жаңағындай жалған Бұқардың аузына сөз салып, Бұқар бүйтетті, Бұқар сөйтетті деп, өзі балалар жыр жаттағанда қайсыны айтамын, интернеттен жаттамаңдар. Мына Жармұхамед бастырған Мәшһүр Жүсіптің ең сенімді бізге жеткен 55 жыры бар, соны ғана айтыңдаршы, айналайын, соның өзі жетіп жатыр. Ал басқасының бәрі ол әлі сұрақтар. Оны нақты дәлелге келтіру керек, оны зерттейтін ғалымдардың тұжырымы керек. Сонда ғана оны айтуға болады. Әйтпесе біз бабаның сөзіне, бабаның мұрасына қиянат жасағандай боламыз деп ойлаймын. Мақсат мырза, Тәуке ханның өлімінен кейін біздегі қолдағы бір ақпарат бойынша қазақ 300-ге бөлініп ұсақ хандықтарға жіктелген деп айтылып жатады. Біз осы ақпаратты нақтылайықшы. Қаншалықты рас? Жалпы біздің тарихнамада кейінгі зерттеулер көбінесе ресейлік көзқарас тұрғысынан айтылған пікірлер еніп кеткен. Біз осы мәселелерге кейбір жағдайды қайта қарауымыз керек. Мысалы, мына Әз Тәуке хан кезеңіменен сонау Жәнібек Керей заманынан басталған қазақ хандығында нақты бір билеуші, ұлы хан болу деген дәстүр ол үздіксіз жалғасты. Мысалы, мынау кейінді біздің тарихнамада айтылатын орта жүздің ханы, кіші жүздің ханы, ұлы жүздің ханы деген ұғымдар қайдан шықты деген сұрақ туындайды ғой. Левшиннің еңбектерінде мынау қазақтар 300-ге бөлінген деген сөз жазылғанда, біз соны Левшиннің зерттеулерінен қазақ тіліне тура солай аударамыз да, солай түсінеміз. Негіз қазақ халқы ол ешқашан бөлінген де емес, ол жүздер деген ұғым, ол бір мемлекеттің тек қана бір аумақтық жаңағы әкімшілік мағынасындағы түсінігі. Иә, біз мойындауымыз керек, қазақ хандығының әлеуметтік экономикалық шаруашылық жағдайы сол 1720 жылдар біршама өте төмендеп әлсіреді. Бұл негізінен табиғи факторларға және сыртқы саясаттың ахуалына байланысты болды. Табиғи факторымыз бұл жерде кәдімгі сол кезде болған, енді қазақ мал баққан халық, жұттардың көп болуы, мал қырғын табуы. Және сол сәтті пайдаланып, жаугершілік заман орнап, қалмақтардың қазақтарға шапқыншылық жасауы сәйкес келді. Бірақ қазақ халқы аз уақыттың ішінде ес жинап, тойтарыс беріп, артынан мына Білетті, Бұланты шайқастарында, Аңырақайда,
жаңағы осы атақты жаңағы сол қара сүйір деген жерде дейді ғой, осындай қалмақтарға тойтарыс беріп, оны ес жинап, қалмақты өз жерінен қуып шығуға бел буды. Міне осы кезде сол халықтың ішінен сол батырларға, оларға рух беретін, оларды жаңағы жаумен соғысуға үндейтін тұлғалардың бірі Бұқар жырау болғаны белгілі. Бұлар сол шайқастарда кәдімгідей батыр болып, жыраулардың бір функциясы сол ғой. Қажетті жағдайда Ақтанберді, Марғасқа Дулат, қол бастау Оспанбет қасиеттері бірге жүрген бұлардың. Міне осыны біз көріп отырмыз. Өзінің толғауында бар, қол бастау қиын емес деп айтатыны бар. Дұрыс айтасыздар. Сода мына Жетісу төңірегіндегі жерлер сол Жоңғария мемлекеті күшейген уақытта, ол 1675 жылдан кейін басталды. 1675 жылдан кейін Жоңғария хандығы күшейіп жаңағы. Бірақ сол кезде Әзі Тәукенің тұсында олар қазаққа ондай бата алмады. Өйткені Әзі Тәукенің хандық билігі өте әлді болды, саясаты күшті болды. Жоңғарларды ол кәдімгідей сол уақытта бас көтертпей отырды. Бірақ Әзі Тәукен ханның өлімінен кейін жоңғарлар біршама жаңа қазақ жеріне шапқыншылық күшейтті дедік. Енді осы кезде Жетісу өңірлерінен қазақ ру тайпалары жерлерін айырылып, Ташкенттің төңірегіне топтасқан уақытта, сол кезде жаугершілік кезеңде жауға қарсы тұру үшін саяси биліктің әртүрлі нүктелерін қалыптастыруға ол қажеттілік пайда болды. Мүдделі болды. Сондықтан мысалы сол замандағы көптеген мысалы ұлы жүздің руларына ақыл айтатын адамдардың бір Төле би болатын болса, Төле би сол кезде төреден Жолбарыс ханды ұлы жүзге хан көтеруді ұсынып, оны ұлы жүздің ханы қылып көтерді. Бірақ 1740 жылы Ташкентте сарттар ханның арқасына пышақ қадап өлтірді деген деректер бар ғой. Жаңағы ол хандық жариялау оңай, ханның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жеке мәселе. Одан кейін осы мысалменен жаңағы Әбілмәмбетті хан көтерген кезде хан тағына жаңағы дәмелі болған Әбілқайыр өз алдына жаңағы кіші жүз руларын бастап кеткен уақытта, сол кезде кіші жүздің ханы деген ұғым қалыптаса бастады. Яғни бұл енді, бірақ бұны біз жіктелуді түсінбеуіміз керек. Бұл сол жаугершілік замандағы дұшпанға қарсы тұрудың саяси әскери амалдардың бірі. Содан 1730 жылы осы мына Көктау деген жерде Қаздауысты Қазыбек би менен Бұқар жырау осы Абылайды орта жүзге хан көтеру бастамасын көтеріп, сонда Бұқар екеңдер, сен мына орта жүздің арғынның қара шаңырағын ұстап отырған Шақшақ Жәнібектің ауылына барып, Шақшақ Жәнібектен бата ал, сол батаменен біз сені ақ киізге хан көтереміз, орта жүздің билеушісі боласың деген шешімге келеді. Сондықтан бұл көптеген жырларда кәдімгідей баяндалған тарихи деректері бар. 1733 жылы Көктауда, Көкжартас деген жерде Қанжығалының Абыз Шомақ деген байлары 90 түйе сойып, жаңағы Қаздауысты Қазыбек би бұқарлар орта жүздің Абылайдың хан көтеру рәсіміне қатысады. Ағалар, енді жайлап Абылай заманына қарай ойсақ, дәл осы кезеңдегі, осы уақыттағы біздің Бұқар бабамыздың қоғамдық, әлеуметтік, саяси ортадағы орны, рөл туралы бір-екі ауыз сөз. Оны біз басқа сөзбен айтпағанның өзінде Бұқар жыраудың Абылай ханға берген бағасы былай. Әділдігі нау шаруаннан өткерген, жомарттық атымтай жомартқа жеткерген, иманына қарай бет берген, түнде келген мейманға кескілесіп ет берген, бір Алланың дидарын сен көрмесең кім көрер дейді. Немесе жаңа жоғарыда айттық қой, қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай, қалыңсыз қатын күштірған ханым-ай, қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханым-ай, 300-ден 3 кісінің басын құрбан қылсам, сонда қалар ме жандай. Міне қандай заманда Абылайдың дәрежесін, оны атқарған халыққа жасаған қызметінің өзін бағасын бұдан артық бере алмайды. Мен ойлаймын, осы жырдың арқасында сол замандағы Абылайдың атқарған қызметін Бұқардан артық ешкім жинай алмай. Жаңа кім айтқандай, энциклопедиясы ол осы жырдың өзінен де Абылай ханның қасында Бұқар екең жырлайды, жырлағанда не дейді, соғыспа деп жырлайды дейді. Соғыстан кетер сәріңіз, бізден бұрын өтіпті Әзірет Әлшеріңіз.
жаулық жолын сүймеңіз, өтіңменен қабынба, өкпеніменен жарылма, осынша жаулық көтерген халқына жаулық, осынша биік көтерген халқына жаулық сағынба дейді, соғыспа дейді. Менің жасым 93, бұдан кейін ақыл айту болар маған ауыр күш деп қояды да мысалы. Міне осы толғаулардан Бұқардың хан алдында, мемлекет алдында қаншалықты беделі, атқарған қызметі көрініп тұрған сияқты. Мақсат аға, айтыңызшы, Бұқар бабамыздың қалдырған мұраларын зерттеп жүрген қазақ зиялыларынан біз кімдерді айта аламыз? Жаңа біз айттық қой, Мәшһүр Көпейұлы Бұқар танушы ретінде. Алғашқы Бұқар танушы ретінде сол Шоқанды да айтуымыз керек. Шоқан алғашқы жарыққа шығарған еңбектерде Абылайды дәріптеп айтқан тарихи тұлғалардың бір Бұқар екендігін көрсетеді, оның сөздерін келтіреді. Одан кейін мына Алматыдағы ғылыми кітапхананың мұрасында мен жұмыс жасадым. Осы шежірелерді ақтарған кезде сонау 20-шы жылдардан бастап көптеген қолжазбалар әртүрлі жиналып сол жаққа барып құйыла бастады ғой. Соның ішінде мына зерттеуші Бөжеев, оның Бұқар екенінің сөзін бір жинақтағаны бар. Жалпы алғашқы рет жарыққа басылып шыққандығы бұл көрінісі бұл мына Мұхтар Мағауин Алдаспан кітабы. Ол Алдаспан кітабын өзін жарыққа шығару өткен қиыншылық болған тарихтан белгілі. Ол жаңа идеологиялық үлкен қысымға ұшырап, бұрмаланып, қазақ жырауларының сөзін жеткізуге болмай, кейбір өлең жолдарын кәдімгі көп нүктемен белгілеп қоюға мәжбүр болып кеткен, кейбір сөздерін келтіруге қорқып. Сондықтан сондай-ақ мына Сәбит Мұқановтың бір мындай баға бергені бар. Бұқар кім деген кезде, Бұқар жырау дейді, 18-ші ғасырдың 100 жылдың қазақ өмірінің энциклопедиясы дейді. Бұл керемет, бұдан артық баға жоқ қой мысалы. Кімде-кім 18-ші ғасырдың тарихын білем десе, бас аяғы, сол Бұқар екенің мұрасын талдауға алатын болса, сонда көптеген нәрсе ашылады. Біз осы 2013 жылы Бұқар жырау энциклопедиясын жарыққа шығардық. Бұл басылымға мұрындық болған, бұл үлкен осы мәселені қолға алған адам Нұрлан Дулатбеков деген азамат. Сол жаңағы Бұқар жырау энциклопедиясында 600 бет көлемді еңбекте көптеген осы Бұқардың мұрасына байланысты зерттеулер, оның толғауларында айтылатын әрбір сөздің түсіндірмелері келтірген. Кейін мен ойлаймын, бұл басылым тағы толықтырылып басылып шығу керек, өйткені бұл құнды еңбек. Сондықтан біз Бұқар екенің мұрасын зерттеген кезде кейбір жаңағы түйткілді және кейбір жерлерде кейбір зерттеушілер күмән қоятын мәселелерді басына ашып алуымыз керек. Солардың бірі, оны мен айтқым келеді бүгін, мына Бұқар жыраудың өмір жасына байланысты. Алғашқы рет 90 жылдары тәуелсіздік алған кезде мына Баянауыл ауданының орталығында ең бірінші қойылған ескерткіштің бірі бұл Бұқар жырауға осы дұға қылып бата беріп тұрған ескерткіш қойылған. Тастан қашалып жасалған. Сол Баянауыл ауданының қазақ тілі қоғамы басқарып отырған Алпысбек Әділханұлы деген кісі осы Бұқар жыраудың осы нұсқасын қоюды ұсынып, сол қойылды. Сонда алғашқы рет ол кісінің өмір жасы жазылды. 1668 жылы туып, 1788 жылы дүние салды деген. Енді бұл дерек қайдан алынды деген мәселе. Бүгінгі таңда мысалы Мәшһүр Жүсіптің еңбектерінде нақты Бұқар жыраудың қанша ғұмыр жасалғаны көрсетілмегенменен, Бұқар жырау өзі Қаржас атасының алтын торы тармағынан тараған ұрпақ болғандықтан, оның алтын тордан өрбіген және Бұқар жыраудың өзінің тікелей ұрпақтары болып есептелген, жаңағы саналатын сондай адамдардың бірі осы Төртқұдық деген жерде тұрған Сауысқан молла деген кісі. Осы бертін 80-ші жылдардың ішіне дейін жасады. Сол Сауысқан молла өзінің бірінші Бұқардың жатқан жерін көрсеткен Мәшһүр Жүсіп дейміз ғой. Жалпы сол Сауысқан молла сол Бұқар екенің жатқан жеріне тәу етіп, зиярат қылып, дұға қылып жүреді екен. Сонда сол сапарларында әртүрлі жерге қонақ болып қонып, әңгіме айтқан кезде біздің бабамыз Бұқар екең 113 жыл жасаған деп ол кісі үнемі еске салып айтып отыратын болған. Неге деген кезде Бұқар екеңнің қартайғандығы соншалықты, ол кісінің мына жағы түсіп қалған дейді ғой, жағы ұстамаған. Сондықтан мына кәдімгідей шәлі орамалменен мына астың иегін жоғары қарай байлап, соны жағын танып отырады екен дейді. Ал енді 90 жас жасаған адам жағы түспейді, 113. Сыпыра жырауда да айтылады соны, жағын жібекпен байлаған деп. Бұл кісінің жаңағы өте көп ғұмыр кешкендігін көрсеткіші. Және Бұқар екең өз заманында қазақ жерін қорғаған көптеген батырларын
жаңағы солардың ажалының өмірін өлімін көрген адам бөгенбайда да жоқтаған, иә, көптеген жоқтаулар айтқан, тіпті Абылайдың өзіне жоқтау айтқан, иә. 300-ден жаңағы 100 кісі айттырсам қайғысыз жаңағы үй құйықтатқан ханымай, қайрусыз мал бақтырған ханымай, қалыңсыз қатын күштірған ханымай, 300-ден 3 кісі құрбан қылсам, сонда қалар ма еді жанын-ай дейді. Сонда Бұқар әкеңнің осы мұрасы кәдімгідей шын мәнінде бір ғасырлық қазақ тарихының жаңағы негізгі өзекті мәселелерін жаңағы зерттеуге мүмкіндік береді. Осы жерде осы мәселелерді біз айтуымыз керек. Құрметті қонақтар, бүгінгі Бұқар бабамызға қатысты тақырыпты өте әдемі ашып бердіңіздер деп ойлаймын. Қамшы салдырмай керек ақпаратты, керек деректің барлығын естігендей болып отырмыз. Сондықтан өздеріңізге рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Қымбатты көрермен, Бұқар бабамыз туралы таңды таң құрып айта беруге болады, бірақ біздегі уақыт осымен тәмам. Баршаңызға ел аман, жұрт тыныш болсын дейміз.